Баба Вера. Әңгіменің авторы Дәметкен Ахметова. Палатаға кіргенімде сол еді, үшеудің көзі бірден маған қадалды. Боз төсек іздеп аздап тосылып қадалған көздерден қымсынып тұрып қалдым. Боз төсек тауып жаймаларын реттеп жатқанымда да ту сыртымнан қадалған көздер азаймады. Төсегімді реттеп біткенімде сол еді, ауыр ыңырсынған дауыс шықты. Жалт қарадым. Босаға жақта жатқан жас келіншек еденге түсіп кеткен затын ала алмай еңкейгенді ауырсынып жатыр екен. Сірә ота жақын арада ғана жасалған болуы керек. Етігімді енді ғана шешіп үлгергенмен келіншекке бақайымның ұшымен жалаңаяқ жақындап барып затын алып бердім. «Балеринамысың?» деген дауысқа бұрылсам, маған қарама-қарсы төсекте жатқан Кейуана екен. «Жоқ, зырылдау құршықпын», дедім күліп. «Бір орында байыз тауып отыра алмаймын». «Неге жалаңаяқ жүрсің? Үстіңдегі әдемі киіміңмен төсекке неге жатайын деп жатырсың? Қандай аурумен түстің?» Осындай сұрақтарды жаудырдай кеп, киіп тастайын деп ем, жүзі аса жылы екен. «Жоқ, кейбір кемпірлер сияқты кесапат адамға ұқсамайды». Мен жауап бергенімше палатаға балам кіріп келді. Кемпірдің сауалын жауапсыз қалдырдым. Киімдерім мен керек жарақтарымды алып келген беті. «Алмаң бар ма?» деді әлгі кемпір балама. Бас жоқ, көз жоқ. Мұндайды күтпеген балам сасып қалып, маған жалт қарады. Ал мен сол екі арада оның жанында тұрған тумбочканың үстінде ешқандай тағамның немесе жеміс-жидектің, көкөністің жоқ екенін байқап та үлгердім. «Балам, жақын маңда сауда орындары бар ма екен? Көзіңе түскен жоқ па?» «Бар, алма алып келейін бе?» деп жүрегі елжіреген ұлым маған мейірлене қарады. «Бар болса әкелсең әкел». Ол елпілдей басып шыға жөнелді. Үнсіздікті алма әкелген балам бұзды. Дегенімше бір дорба алманы кемпірдің қолына ұстата салғаны. Өкініп ақ қалдым. Ең болмаса бір-екеуін өзімізге алып қалғанымда болатын еді ғой. Мен кемпірге қарадым. Өңі жадырап сала беріпті. Бет қатпарлары жазылып, жүзінде бір жылылық пайда болды. Бейбақ балаша мәз болды ғой дедім іштей. Мүсіркегенім бе, таңданғаным ба, оны өзім де білмедім. «Мен бап Вера боламын, кеше түстім бұл ауруханаларыңа», деді алманы құшырлана тістеген қалпы. «Сіздің атыңыз кім?» «Сінің өткірін-ай», дедім іштей. Өзі сыпайы тағы. Мен атымды айттым. «Орысшасы қалай болады?» «Орысша атым жоқ, мен қазақпын», дедім. «Онда жазып беріңізші атыңызды». «Обал не керек?» Кете кеткенше сол сізінен бір жаңылмады. Екеуміздің әңгімемізді жанымыздағы жас келіншектер тыңдайды да сықылықтап бір күледі дейсің. «Тәтеміз кешелі бері біздің басымызды қатырып еді, енді сіз келіп жақсы болды ғой». Баба Верамен таныстығымыз бірінші күні осылай басталды. Көзім ілініп кеткен екен, екі келіншектің сықылықтап күлгенінен ояндым. Менің оянғанымды байқаған біреуі: «Тәте, концерт басталды, қазір қызық болады», деді ішін баса. Сөйтсем, баба Верам қоңылтақ аяғына етігін киіп, орамалын орап алып есіктен шығып кетіп барады. Менің үнсіз сұрағыма күлкіге булыққан келіншектің екіншісі: «Қазір көресіз», деді. Екеуіне де соқыр ішекке ота жасағанына 2-ақ күн болған. Күлсе болды, сол кесілген жерлері ауырады екен. Бірақ жаспысың демекші, болмашы нәрсеге іштерін ұстап күліп жатқаны. Әсіресе оларға баба Вера жақсы ермек болғандай. «Күлсең кәріге күл деген бастарыңа келсін. Оның несі күлкі? Жасы келген адам алжыңқырап қалған ғой», дедім сілсіз. Олардың күлкісінің бір ұшы маған да тиіп кеткендей. Өйткені баба Вера менен 7-8 жас қана үлкен сияқты. Екеуі күлкісін тыйып үлгерген жоқ. Кемпірімізді қолтықтап алған медбике келіншек сөйлей кірді. «Бабуля, мен саған неше рет айтамын, мына түріңмен қайда бармақшысың? Көрмейсің бе? Далада қалың қар, қақаған аяз, тоңып қаласың.
жат орныңа, енді қоймасаң киімдеріңді алып қоямын, деп бейбаққа бұрқылдап сөйлей жүріп орнына жатқызып үстін қымтады. Қуырдақтың көкесін түйе сойғанда көресің демекші, түн ортасында біреудің үстіме төніп тұрғанын сезіп шошып ояндым. Баба Вера селтиіп тұр. Не болды? Дедім үрейлене. Менің іш киімдерім қайда? Сен тығып қойғансың ғой. Демесі бар ма? Мына кемпірдің есі шынымен ауысқан екен. Сырын білмегеннің сыртынан жүрме деген осы. Қазір қатты айтсам, өзімді тарпа бас салуым мүмкін. Жайлап тұрып барып шам жақтым. 2 жас пырылдап ұйықтап жатыр, ештеңе сезетін емес. Оянса тағы іштерін баса күлер ме еді. Баба Вера, киімдеріңді бағана санитарға алып қойған жоқ па? Дедім жай ғана көпе көрне өтірік айтып. Ол маған сенімсіздікпен біраз қарап тұрды да орнына қайта бұрылды. Жанарында бір қорқынышпен қоса алай-дүлей үрей де бар сияқты. Денем түршігіп кетті. Ұйықтаңыз, таң атқан соң киімдеріңізді сұрап алармыз, деп жарықты өшірдім. Жарық кеткен шамнан бәріміз басымызды әнтек көтердік. Кемпірді қолтықтап алып тағы санитарка келіп тұр. Бұл жолы кейіп емес, серкілдеп шегі қата күліп кірді. Мына алжыған кемпірге ие болмайсыңдар ма? Ерлердің палатасында жалаңаш ұйықтап жатыр, дейді сықылықтап. Мен күле алмадым, жүрегім сыздады. Кейуанаға аянышты жүзбен қарап, орнымнан тұрып үстін жаптым. Кемпірде үн жоқ, көзі бақырайып алысқа қарайды. Ол күні ұйқы болмады. Ал таңертең мені отаға алмақшы. Есесіне бейбақ сол күні күндіз ұйқыны соғыпты. Тіпті арагідік қорылдаса да керек. Оны кейін әлгі 2 келіншек жырғып айтып берді. Бірде таң алагеуімнен Баба Вераның даусынан ояндық. Жанында жатқан Аидаға бір жапырақ қағазды ұсынып тұр. Мынау менің немерем, Катюшаның телефоны. Маған алып берші. Даусы өктем. Неге келмей жатыр? Соны білейін. Бірдеңеге ұшырап қалған жоқ па? Телефон тұтқасын Катюшасы тез ала қойды. Бабуля, жаным, бүгін өзім де міндетті түрде бармақшы едім. 12-лер шамасында барып қалармын. Баламды мектепке жіберген соң саған жетем, деп телефон нүктесін баса салды. Кемпірдің жүзі жылып сала берді. Немересі келгенше орнынан тұрмай, ешкімге үн қатпай, тапшылмай күтті де отырды. Ол келді. Әжесі немересін иіскеп сүйді, аймалады, қолынан сипап, маңдайынан сүйді. Айтарлықтай өзара әңгіме болған жоқ. Сол түні кемпіріміз тыныш ұйықтады. Таңертең біз ұсынған тамақты да жеп алды. Немересі келгенімен әкелген ештеңесі жоқ болып шықты. Бірақ Кейуана оның келгеніне мәз. Немересінің қылықтарын айтып, кейде ыңылдап әнге салады. Арада 2-3 күн өткеннен кейін кемпір тағы баяғы әуеніне бассын. Елеңдейді де тұрады, әлде біреулерді іздейтін сияқты. Кейде немерелерінің атын атап, бар даусымен айқай салатынды шығарды. Бір емес, 2 немересі де тағы хабар ошарсыз. Бірі қызынан, бірі ұлынан. Ұлынан туған немересі байқаймыз суықтау. Онша елпілдемейді. Кейін білдік, әкесі жастай тастап кеткен екен. Есесіне қыздан туған немересі лыпылдап тұр сынапшы. Бабуля, жаным деп өзінше шыр-пыр болғанымен алып келіп жатқаны шамалы. Баба Верамыз біздің қанымызға сіңген кең пейілдігімізді молынан көріп ақ жатыр. Қолымызды қақпай, ұсынғанымызды алып жегеніне мәзбіз. Сендерге кісілер қалайша көп келеді? Туысқандарың сонша көп пе? Осында туып өссемде қазақтарды түсіне алмадым деген сөзің күн сайын, нақтырақ айтқанда әр адам келіп кеткен сайын қайталайды. Біз бір-бірімізбен келісіп алғандай, бұл сауалға жауап бермейміз, күлеміз де қоямыз. Сарылтып күткізіп немерелері келді-ау. Бәріміз қуандық. Апамыздың қуанышы ерекше. Бұл жолы да қолдары бос, өздері келіпті. Оған қарап жататын бабуля ма? Олардың келгеніне мәз. Байқаймын, немерелері келген күні кемпір тыныш ұйықтайды. Алайда 2-3 күн өткен соң көршіміз ескі әуеніне қайта басады.
бірде қаңғып көшеге кетіп бара жатқан жерінен, енді бірде ерлер палатасынан тауып алған санитаркалар әуре сарсаңға түсіп жүргендері. Мұндайда бізде немерелерін асыға күтетін болдық, ал немерелері болса тағы жоғалып кетті. Не де болса, немерелерімен сөйлесейін дедім. Абырой болғанда телефон нөмірі Аидада сақталып қалған екен. «Катерина», дедім бірден мәймөңкелеместен, «сендер әжелеріңді ұмытып кеттіңдер ме? Келмегендеріңе бақандай 4 күн болды. Ең болмаса күнара келіп тұрмайсыңдар ма? Сендер келмеген күні оның жағдайы төмендейтінін білесіңдер ме? Ой, кешіріңіз, бүгін өзімізде бармақ ойымыз бар еді. Ұлыда баратын шығар, шамамен 5-терге таман барып қалармыз. Сен кешірімді менен сұрама, әжеңнен сұра. Сендерден басқа оның ешкімі жоқ. Қалай тағатсыздана күтетінін білсеңдер ғой. Сендер келіп кеткен күні оның ұйқысы да тыныш болады. Балаша қуанып, көңілі тоқ болып жүреді. Астарыңда мәшинелерің бар, бүгін міндетті түрде келетін болыңдар, дедім бұйыра сөйлеп. Катя ашуланып қалама деп ем. Сіздің онда жұмысыңыз қанша? Деп бетімнен алама деп ем. Жоқ, олай болмады. Қайта жуасып, мен оны ойламаппын, жақсы келеміз деп телефон нүктесін басты. Бір мықты шаруаны бітіріп тастағандай палатаға келдім. Мен бүгін түс көрдім. Бүгін ұлыңыз бен немерелеріңіз келеді, дедім, жанына жақындап келіп сыбырлай. Ол бетіме бажырая қарады да үндемеді. Біраздан соң жымиғандай болды. Бетіне қан жүгірді. Айтарымды айтып алдым да, енді өзім қобалжи бастадым. Келмей қалсашы. Кемпір одан сайын есінен адасса қайтемін. Осындай мінезімді бір қоймадым-ау, біреуге жақсылық жасаймын деп. Опық жегенім де бар. Бұл жолы да солай болса қайтемін. Ұйқыға кеткенше осы ойдан арыла алмадым. Жоқ, бекер қобалжыппын. Сағат 5-тер шамасында палатаға 50-55 шамасындағы жігіт ағасы кіріп келді де тосылып тұрып қалды. Енді қайтсын, палатада жатқан әйелдердің 8 көзі өзіне қанжардай қадалса. Бәрінен де бағанадан бері сұлық жатқан Баба Верам орнынан атыла тұрғаны бізге қызық көрінді. Қайран ана, кешегі менің сөзімнен соң бүгін таң ертең мен кірпік қақпастан, орнынан қозғалмастан есікке қарады да отырды. Ұлын көрген сәтте оның жүзі тағы жайнап сала берді. Бет әжімдері жазылып, көздері күлім қағады. Мәссаған, бір уақытта қарасам, кеше немересінің күйеуі әкеліп берген кәмпит пен мен берген алманың бірін баласының қалтасына қарсыласқанына қарамастан тыпқыштап жатыр. Ауруханада жатқан шешесі емес еңгезердей ұлы сияқты. Кеше бір әңгіме арасында ұлының ішімдікке салынып кеткенін, үйі мен бала-шағасынан ажырағанын мұңая отырып айтқаны есіме түсті. Бүгін соның бәрі ұмыт болғандай, іштен шыққан шұбар жылан деген осы. 5-10 минут отырып кеткен ұлының орнын жиен немересі алмастырды. Әжесіне мейірін төгіп тұрған осы немересі бізбен қазақша сәлемдесіп, қазақша қоштасады. Өзінің қазақша үйреніп жүргенін де мақтана айтқан. Бабуля, жаным, кешірші мені, қолым мүлдем тимей кетті. Атам мен енемнің үйіне барып едік, шаруам басымнан асып кетті. Міне, мен саған таза іш киімдеріңді йогурт әкелдім деп бастырмалатып жатыр. Кемпірде үн жоқ, тек мейірлене Катюшасының шашынан сипап еміреніп отыр. Сол түні бейбақ шынында да жас балаша ұйықтады. Таңертеңгілік менімен бірге отырып, рахаттана шәйін де ішті, әңгімесі де түзу. Вера Семеновна аты-жөнін енді ғана біліп отырмын. Қала ауруханаларының бірінде аға медбике болып көп жылдары бойы жұмыс істепті. Осыдан 20 жыл бұрын осы Катюшасының шешесі жалғыз қызынан айырылған екен. Ол қайтыс болған соң немересінің әкесі басқа отбасын құрып солтүстікке көшіп кеткен. Немересін ұзатып, өздері отырған 4 бөлмелі пәтерін 2 бөлмелік 2 пәтерге алмастырып, өз алдына бөлек шығарған. Көрген ауыртпалығы жалғыз бұл ғана емес екен. Артынша күйеуі қайтыс болыпты. Ал жалғыз ұлдың түрі мынау.
Отбасынан айырылған баласы үйге маскүнем әйелдерді әкелуі өз алдына ақша сұрап мазасын кетіріпті. Бірде есінен танып құлап жатқан шешесін көріп, жиен қарындасына телефон соғып, «Әжең есінен танып жатыр, жедел жәрдем шақырттым» деп, анасының қалтасынан соңғы тиынын алып, үйден шығып кете берген. 74-тегі кейуана 20 жылдан аса 4 қабырғада жалғыз өзі қалған. Жалғыздықтан ба, сары уайымнан ба, арагідік осылай есінен ауып қалатыны соңғы жылдары жиі қайталанатын болған. Бұл жалғанда жалғыздықтан өткен азап бар ма? Баба Вера менің ойымды бұзды. Көршім Тұрсынай да жалғыз, күнде таңертеңгілік ыстық күлшесі мен сүт қатқан қою шайына шақырады да тұрады. Күнде бара бергенім ұят қой дегеніме қоймай шақырып алады. Сөйтіп екеуміз уақытымызды бірге өткіземіз. Өзі өте мейірімді. Дүниенің тетігі мейірімділікте екенін білесің бе? Деп маған тесірейе қарады. Байқаған шығарсың, осында да 2-3 рет келіп кетті. Өзі де жас емес, бір жерде құлап қалып жүрсе мына қыстың көзінде деп ол үнсіз қалды. Не ойлап отырғанын тап басып білмесем де сезетін сияқтымын. Ертең шығарамыз деп кеткен бағана дәрігер. Сол қуаныштың оған аса керегі де шамалау. Өйткені ол ертең тағы 4 қабырғаға барып еріксіз қамалады. Басы ауырып, балтыры сыздаса, жанынан табыла қоятын жанашырлары да жоқ. Ол өлімнен емес, жалғыздықтан, есі ауа қорқады. Әңгіменің соңы. Оқыған Роза Сұлтаналиева.